Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы музыка, табиғи өнер. Оқу мақсаты: мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Фразеологизм мақал-мәтелдердің эмоциалды мәнінің көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Бір күні шошып тұрып көргендей түс, кесіп ап қарағайдан қылды қобыз. Қыл тағып қобызына сөйлетіп еді, алтайды күңірентіп шықты лебіз. Қобыздан мұңды дыбыс сорғалады, маймаңдап әдегенде жорғалады. Біресе асау тайдай ойнақ салды, біресе сары нардай ырғалады. Біресе жүйрік желдей кетедесіп, асқарды аттап өтті дария кешіп. Біресе әлдекімге тіл қатқандай, желменен жапырақтай күбірлесіп. Қобыздан осылайша шықты сарын, бірде мұз, бірде дауыл, бірде жалын. Қарағай мен қыл сырнай не деуші еді, шығарды сарыны мен қорқыт зарын. Мағжан Жұмабаев. Ендігі кезекте айтылым тапсырмасына кезек берейік. Өлең мазмұны бойынша жұп болып диалог құрыңдар. Қобыздан қандай әуен төгіледі? Ақын әуенді қандай образдарға теңейді? Музыка нені бейнелейді? Музыканы адам не үшін тыңдайды? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Сұрақтарға жауап берсеңіздер, енді жазылым тапсырмасын орындайық. Суретте қандай оркестр бейнеленген? Осы оркестр туралы мәлімет жинап, шағын мәтін жазыңыздар. Өзіндік жұмыс. Қазақстандағы оркестрдің түрлері деген тақырыпқа кластер құрастырыңыз.